Қайырлы күн, құрметті Айғанат олимпиадасына қатысушылар. Бүгін біз тікелей эфирімізді бастағалы отырмыз. Бұл тікелей эфир екінші турға өткен оқушыларға арналады. Және екінші турға өткен оқушылардың барлығын құттықтаймын. Ары қарай сіздерге сәттілік тілейміз. Я приветствую всех участников второго тура Олимпиады Айғанат, направление эссе. Всех поздравляю с прохождением на второй тур. Сегодняшний эфир мы посвятим на тему подготовки ко второму туру. Сейчас я кратко расскажу об основной теме второго тура, покажу, как это все будет проходить, через какую платформу будет проходить. И потом вы можете задавать вопросы в прямом эфире, я могу на них ответить. Ең алдымен екінші турдың басты тақырыбы экология, қоршаған орта және қоршаған ортаға экология тақырыбына адами құндылықтар негізінде қарау мәселелеріне арналады. Және осы тақырыпты зерттеу үшін, алдын ала эссе тақырыбына дайындалу үшін біз, құрметті оқушылар, сіздерге бірнеше қайнар көзді беріп отырмыз. Біріншіден, ол кілт сөздерді атап кетсек: табиғат, адами құндылықтар, қоршаған орта, жалпы ғаламшардың қауіпсіздігі. Бұл тақырып өзекті, себебі ғаламшар біздің ортақ үйіміз, оны қорғау және болашақта оның қандай жағдайда болатыны әркімді алаңдататыны сөзсіз. Және осы қоршаған ортаға қатысты құндылықтар, адами құндылықтар, табиғатқа деген қарым-қатынас, адамның нәсіліне, жасына, жынысына, туған жеріне, туған тіліне қатысты нәрсе емес. Ол барлық бүкіл адамзатқа ортақ құндылықтар болып саналады. Қаттырақ сөйлеңізші. Құндылықтар болып саналады. Сондықтан сендердің де мектеп табалдырығынан аттағалы осы қоршаған орта, экология тақырыптарын меңгеретіндеріңді, білетіндеріңді білеміз. Дегенмен де осы салада сендердің білімдеріңді тереңдету үшін, тағы да қоршаған ортада жалпы экология мәселелерінде қандай өзекті мәселелер бар екендігін білу үшін біз сіздерге бірнеше қайнар көзді беріп отырмыз. Біріншісі, ол өздерің білесіңдер, ойла деген республика көлемінде таратылатын танымдық журнал бар, ғылыми журнал. Сол журналдың негізінде біз сіздерге бірнеше мақала ұсынып отырмыз. Оның біріншісі ғаламдық жылыну деп аталады. Оны сендер қазір қай жерден оқи алатындарыңды, қай жерден таныса алатындарыңды егжей-тегжейлі көрсететін боламыз. Екінші мақала темная сторона света деп аталады. Үшінші мақала как сохранить природу деп аталады. Бұл үшеуі мақала стилінде жазылған, жалпы мақаланың не екендігін білесіздер. Ол жерде көптеген фактілер бар, аргументтер бар, және белгілі бір мәселені, статус-квоны, яғни белгілі бір қалыптасқан күрделі мәселені шешуге бағытталған, сендерге ой салатын бірнеше ұсыныстар болады. Соның барлығын өздерің оқып, талқылап алуларың қажет. Ал көркем әдебиеттен сендерге әлемге танымал Герман Мелвиллдің Моби Дик деген әдеби шығармасын және Джек Лондонның Белый клык, Ағауыз деген шығармасын беріп отырмыз. Бұл екі шығарманың да әлемдік бестселлер екенін білесіздер көркем әдебиетте. Екеуі де адамзаттың қоршаған ортаға, соның ішінде жабайы ортаға, жабайы тіршілік иелеріне деген адамның негізгі қарым-қатынасын ашық, анық және өте бір шытырман оқиғаның негізінде көрсететін керемет туындылар екен білесіздер. Бұл туындылар біздің қазақ классикасындағы, қазақ әдебиетіндегі майталман жазушылармен аударылған. Бұл шығармалардың аудармасын да, орысшасын да, қазақшасын да біз сіздерге сілтеме ретінде береміз. Бірақ та ерекше назар аударатын нәрсе, сіздер екінші турда аргументативті эссе жазасыздар. Яғни, эссе жазу барысында мен жаңағы атап кеткен мақалаларда, мен атап кеткен көркем әдебиеттерде сіздерге тек көмекші құралдың рөлін атқарады. Яғни, сіздер ол мақалаларды оқисыздар, белгілі білімді аласыздар. Өздеріңізді
сыныпта не болмаса басқа да орталарда оны талқылайсыздар, белгілі бір ой түйесіздер, және белгілі бір идеяларды шығарасыздар. Қандай құндылықтар адамның бойында басым болу керек, тағы да қандай менің ұсынатын қандай аргументім бар деген негізгі идеяны ғана шығару үшін керек бұл көркем әдебиет. Ал эссе мазмұны тура осы көркем әдебиеттің мазмұны бойынша жазылмайды. Яғни осы сюжетті көшіріп, не болмаса сюжеттен мазмұнын жазып беру, не болмаса белгілі бір осы шығарманың негізінде, көркем әдебиеттің негізінде шығарма стиліндегі белгілі бір әдеби жанрдағы көркем әдебиетке қатысты белгілі бір ойларыңды жазып кетпейсіздер. Яғни бұл көркем әдебиет сізге жалпы ой қалыптастыру үшін ғана қажетті көмекші құралдардың рөлін атқарады. Ал эссе аргументативті болады. Эссенің негізгі жалпы сол конкурстың тақырыбын сол конкурс болатын күні жариялаймыз. Сол күні сіздер аргументативті эссе жазасыздар. Теперь на русском языке, да? Уважаемые участники второго тура Олимпиады, мы, организаторы второго тура, чтобы облегчить вам задачу, предложили вам несколько источников для изучения темы экологии, защиты окружающей среды. Из них мы выбрали 3 статьи из познавательного журнала «Ойла» и 2 художественной литературы. Статьи «Темная сторона света. Как сохранить природу» и «Ғаламдық жылыну». Это вот все ссылки на эти статьи мы вам дадим. И из художественной литературы мы вам предложили автор Герман Мервилл «Моби Дик» или «Белый кит», да? И второе произведение — это Джек Лондон «Белый клык». Вы сами знаете, что это последние два произведения, это бестселлеры на русском языке. Тоже ссылку всех дадим. То есть вы имейте в виду, что эссе вы будете писать аргументативный. То есть вы не должны писать эссе по сюжету этих художественных литератур. Вы эти все материалы, которые мы вам дадим для подготовки, должны использовать для того, чтобы сформировать свои мысли, сделать свои выводы, придумать свои аргументы, чтобы вы могли поймать общую мысль, да, основную идею, решить проблему или сформировать свои какие-то идеи, выводы в отношении экологии, в отношении защиты окружающей среды. И ни в коем случае, еще раз повторяю, что вы не должны писать эссе по сюжету этих произведений. Все ссылки, все необходимые материалы, вот все, даже вот всю художественную литературу мы вам дадим. Они все в онлайне, вы можете их читать через любой девайс, через любое мобильное устройство, через свои телефоны, через свои планшеты. Можете их распечатать, да, как вам удобно. То есть эти все материалы в онлайне. То есть вам единственное, что нужно, это подключиться к интернету, и вся эта литература будет у вас под рукой, доступна на всех мобильных устройствах. Вопросы есть по поводу литературы? Оқитын әдебиеттерге қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Олимпиада онлайн түрде өтеді ме, әлде параққа жазамыз ба деген сұрақ түсті. Ол туралы қазір біз айтамыз. Егер де әдебиеттер туралы сұрақтарыңыз болмаса, онда біз эссенің жазу формасына қарай көшейік. Негізі біз мүмкіндігінше екінші турды онлайн, яғни challenge.kz платформасы арқылы өткізгенді қалап отырмыз. Неліктен? Себебі біріншіден ол ақпараттық коммуникация технологияларының көмегімен жасалынады. Екіншіден бұл challenge.kz сайт арқылы эссе байқауына жұмыстар қабылданған кезде баланың аты жөні, оның туған жері, не болмаса мектебі жайлы біз ақпаратты білмейміз. Біз алатынымыз тек эссенің өзі ғана.
И жаңа оны тексеретін эксперттер тек сіздің эссеңізге ғана баға береді. И және ол әділетті, объективті түрде өтеді. Әрине, интернет аз қамтылған, не болмаса мүлдем қамтылмаған аудандар бар. Ондай жерде әрине аналогия ретінде қағазға жазуға рұқсат беріледі. Бірақ ол интернет мүлдем жоқ жерде, не болмаса жаңағыда айтқандай бір форс-мажорный жағдай болып қалады мүмкін, там свет өшіп қалуы мүмкін, интернет кабельдар істемей қалуы мүмкін. Сондай бір форс-мажорный жағдай болғанда ғана офлайн өтеді. Ал қалған жағдайда, қалған аудандардың былтырғы тәжірибемен бөлісетін болсақ, былтыр өте жақсы нәтижемен онлайн жазып шыққанбыз. Ол қалай жүзеге асады, мен сіздерге қазір көрсетейін. Міне, мынау challenge.kz деген сайт. Бұл кез келген браузерден ашылады. challenge.kz. challenge.kz сайтына тіркелу интуитивті түрде басқа да электрондық поштаға, не болмаса басқа бір әлеуметтік желіге тіркелу сияқты өте қарапайым түрде жасалған. Мына жерде сайт екі тілде, қазақша және орысша. Өзіңізге ыңғайлы тілін таңдап аласыз. Содан кейін кіру батырмасын басқан кезде, мына жерде бірінші кіру деген батырма бар, екінші тіркелу деген батырма бар. Сіздер ең алғаш рет осы сайтқа тіркелесіздер, сондықтан да тіркелу деген батырманы басасыздар. Батырманы басқанда сіздерге мынандай терезе ашылады. Сіздерге мына қызыл жұлдызшалары бар графаларды міндетті түрде толтыру керек. Мысалы, қазір мен сіздерге өзімнің атынан тіркеліп көрейін. Бірінші электрондық поштамызды жазамыз. Екінші құпия сөзді енгіземіз. Құпия сөзді өздеріңіз ойлап табасыздар. Атымызды енгіземіз. Фамилиямызды енгіземіз. Әкеңіздің атын жазбасаңыз да болады. Міндетті түрде мына жерге иінді жазамыз. Иін сіздің ертең жұмысыңызға апелляция, не болмаса өзгертулер енгізу керек болып атады, не болмаса жұмысыңызды сұратып атасыздар. Сондай кезде іздеу үшін керек. Біз сіздің фамилияңыз арқылы іздемейміз, біз сіздің иініңіз арқылы іздейміз. Мына жерде міндетті түрде мектебіңізді көрсетесіз. Мен мысалы 74 деп айтайын. Мына жерде міндетті түрде телефоныңызды көрсетесіз. И мына жерде облыс деген жерде өзіңіздің облысыңызды көрсетесіз. Мына жерде барлық Қазақстанның 14 облысы, Астана, Алматы қалалары бар. Мысалы делік, сіз мысалы Маңғыстау облысы делік. Маңғыстау облысына өтсеңіз, ары қарай аудандары тұрады. Мысалы Жаңаөзен делік. Және сыныбыңызды көрсетесіз. Айғанаттың екінші турына 9-шы сынып оқушылары қатысады. Мына жерде 9 дегенді басасыз да, тіркелу деген батырманы басасыз. Тіркелу деген батырманы басқаннан кейін, мына жерде міне сіздің атыңыз шығып тұрады. Міне, мен тіркелдім. Егер де мына жерде сіздің атыңыз шығып тұрса, онда сіз challenge.kz сайтына сәтті тіркелдіңіз дегенді білдіреді. Енді бірінші сайттың қызметі туралы кішкене айта кетейік. Мына жерде қосымша материалдар деген бөлім бар. Қосымша материалдар деген бөлімге кірсеңіздер, міне блог, видеокурс, сабақтар, әдебиет деген жеке-жеке бөлімдер бар. Соның ішінде видеокурс деген бөлімге кірсеңіздер, эссеге дайындалуға болатын мұғалімдерге арналған 6 сабақ және балаларға арналған 5 сабақ видеокурс сіздерге әзірленген. Құрметті мұғалімдер, қазір сіздерде біздің тікелей эфирімізде отырсаңыздар, егер де сіз балаңызды осы эссе конкурсына дайындап жатқан болсаңыз, осы курстарды ең алдымен өзіңіз өтіп алғаныңыз дұрыс. Неліктен? Себебі бұл курстарда сіздерге балаға эссені жазудың технологияларын үйретеді. Қалай балаға эссе жазып үйрету керек деген.
Әрбір видео қосымша материалдармен берілген. Міне, ал оқушылардың өзіне арналған, оқушыларға арналған сабақтар міне. Эссені неден бастау керек? Эссе кіріспесін қалай жазады? Эссенің негізгі бөлімін қалай жазу керек? Эссе қорытындысын қалай жазу керек? Және эссені тексеруге бергенге дейін оны не үшін қайта редакциялау қажет деп аталатын 5 түрлі сабақ бар. Осы сабақтардың әр қайсына кірсеңіз, міне, мынандай видео сабақтар беріледі. Эссенің тақырыбына сәйкес мәселеге талдау жасалған көлемі шағын мәтін. Эссенің мәтін ретіндегі басты белгілері өз бетімен жазылатындығы. Ал шығарма дегеніміз белгілі бір тақырып бойынша автордың өзіндік пікірі мен сөз бен ойдың байлығын бейнелейтін мәтін. Шығарманың композициясы мейлінше еркін, бірақ құрылымдық элементтер. Осы видео лекцияларды көрсеңіз болады. Яғни өзіңіз байқап отырсыңыздар, эссе негізгі бірнеше құрылымнан тұрады екен білесіздер, иә? Эссенің кіріспе бөлімінен тұратын білесіздер, негізгі бөлімнен тұратын білесіздер, қорытынды бөлімнен тұратын білесіздер. Бұл видео курстардың ішінде кіріспені қалай жазу керек? Кіріспеде қанша сөйлем болу керек? Әрбір сөйлемнің жеке-жеке функциялы қалай беріледі? Тезис дегеніміз не? Эссе жазғанда тезистің болуы неге маңызды? Мостик деген не? Кіріспеден негізгі бөлімге өтетін мостикті қалай жазу керек? Қандай сөздерді қолдануға болады? Қандай сөздерді қолдануға болмайды? Негізгі бөлімде қанша аргумент болғаны дұрыс? Қанша абзац болғаны дұрыс? Қорытынды бөлімде қорытынды бөліммен эссенің кіріспе бөлімінің қандай байланысы болу керек? Және эссенің позитивті аяқталуына қандай сөздер көмекші роль атқарады? Осының барлығын, яғни эссенің бірінші жазылатын сөзінен бастап, ең соңғы қойылатын нүктесіне дейін сізге егжей-тегжейлі осы видео курстарды жасадым. Егерде бұл курстарды көруге қолым тимейді, не болмаса маған ыңғайсыз десеңіздер, тура осы видео курстардың мына әдебиет бөліміне қарасаңыз, осы курстардың барлығын PDF форматында ашып, принтерден шығарып, кітап ретінде басып шығарып алсаңыздар да болады. Міне, оқушыларға арналған сабақтар, мына көк түстілер, олар мұғалімдерге арналған дәрістер. Осының барлығын шығарып арсаңыздар болады. Енді кейбір жағдайда сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Ол үшін мына сұрақ жауап деген бөлімге өтсеңіздер, мына жерде сұрақ қою деген батырма бар. Осы сұрақ қою батырмасын басып, өзіңіздің сұрағыңызды мына жерге жазасыз. Содан кейін, мысалы, эссенің көлемі қанша болу керек дейді? Қанша сөзден сөз болу керек? Дейсізде, мына сұрақ қою деген батырманы бассаңыз, мына сұрақ біздің администраторға кетеді. И сұраққа жауап келгеннен кейін, ол бірден мына жерге сізге жауап ретінде қайтып келеді. Енді бағанаға айтқан әдебиеттер тізімі бізде мына жерде мақала ғаламдық жылыны. Мына жерде PDF форматында тұр. Және де айғанат.kz сайтында да сіздерге берілетін барлық материалдардың сілтемелері осы айғанат.kz сайтында да жарияланады. Сұрақтарыңыз бар ма? Біздің бүгінгі эфиріміз екінші турға дайындық кезеңіне арналды. Ал келесі эфирларымыз осы конкурсқа эссені қалай осы онлайн жазамыз деген сұраққа жауап береміз. Әзірге ол ертерек, себебі сіздер қазір оған бас қатырмаңыздар. Сіздер қазір дайындық кезеңінде осы эссеге дайындық, яғни қосымша материалдарды оқыңыздар, видеокурстарды қараңыздар, әдебиеттерді оқыңыздар. Осыған басты назар аударыңыздар. Ал келесі эфиріміз онлайн эссені қалай жазамын, қалай жіберемін деген сұраққа жауап іздейміз. Жарай ма? Себебі қазір сіздерге ақпарат өте көп кетіп қалса, сіздер өздеріңіз шатасып кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан негізгі бағыт бүгін, негізгі мақсатымыз эссенің
екінші турына дайындықты неден бастаймыз және қалай дайындаламыз деген сұраққа жауап. Ребята просят на русском сказать. Теперь на русском языке. Уважаемые участники второго тура Олимпиады, мы планируем провести второй тур эссе, конкурса эссе онлайн, в режиме онлайн. Наверняка вы уже слышали от своих друзей, что в прошлом году, уже подряд, 2 года подряд, мы проводим конкурс эссе онлайн. Но в тех районах, где нет интернета и не может быть в ближайшее время, или по техническим причинам могут возникнуть какие-то форс-мажорные обстоятельства, организаторы могут вам предоставить вам возможность написать эссе офлайн. То есть вам раздадут специальные листочки, бланки, и вы на нем будете писать. То есть у вас будет право, если вдруг онлайн не получается писать по каким-то техническим причинам, то вы можете писать офлайн. То есть вы не переживайте по этому поводу. Но преимущество написания в режиме онлайн следующее, что вы пишете онлайн и отправляете нам эссе на портале Challenge.kz, и эксперты, которые читают ваши эссе, они не видят вашу фамилию, не ваш регион, то есть они видят только вашу работу и оценивают по специальным критериям только вашу работу. И ни в коем случае здесь уже не допускается, не поднимается вопрос о несправедливости, о необъективности. То есть это все происходит прозрачно, в присутствии нескольких экспертов, они все читают ваши эссе, дают оценку. То есть никакой дискриминации нет, то есть одинаковые условия для всех. Потому что у кого-то может почерк красивый быть, да, кто-то плохо пишет или и так далее, да, могут возникать разные ситуации. Таких явных дискриминаций точно не будет. Теперь по техническим моментам, вот портал Challenge.kz, если выйду. Портал Challenge.kz работает на 2 языках, на русском и на казахском. Открывается через любой браузер. challenge.kz. На казахском мы уже показали, теперь я вам покажу на русском языке. Так как вы первый раз регистрируетесь на этот сайт, нажимаете на кнопку «Логин», и у вас появятся две кнопки «Логин» и «Регистрация». Вы выбираете кнопку «Регистрация». И вам даются несколько вопросов, где отмечены желтые звездочки, на них обязательно нужно отвечать. Давайте я сейчас заново покажу, как это все делается. Вот где электронная почта, вы указываете свою электронную почту. Допустим, arsen@mail.ru. Здесь вы сами придумываете пароль. Имя ваше можно на русском, можно на латинском, как хотите. Фамилию. Отчество можете не указывать, ИИН нужно обязательно указывать. Указывайте номер школы, указывайте телефон, выбирайте здесь по списку свой регион. Допустим, вы Северо-Казахстанской области. Где вот районы, тоже здесь автоматически выходят все ваши районы, вашей области. Выбираете соответствующий район свой, допустим, Жамбылский, населенный пункт, например, Богдановка, и 9 класс отмечаете, зарегистрироваться. И вот здесь на правом углу появится ваше имя, Арсен, да, допустим. И появление в этом углу вашего имени означает, что вы удачно зарегистрировались на сайт Challenge.kz. Дальше. Вот здесь наверху есть несколько вкладышей, но вам особенно нужно для подготовки следующее: ресурсы и материалы. Заходите сюда
Здесь он тоже состоит из нескольких блоков, и вам необходимо пройти на раздел «Видеокурс», и вы здесь можете найти видеокурсы на несколько тем по подготовке к написанию эссе. Те уроки, которые отмечены темно-синим цветом, они предназначены для учителей. Уважаемые учителя, если вы сейчас смотрите наш прямой эфир, убедительная просьба тоже посмотреть и изучить все эти уроки, которые размещены на сайте Challenge.kz. Эти уроки необходимы вам для того, чтобы вы могли обучить своих детей написанию эссе. То есть здесь дается технология обучения написанию эссе. Как вы видите, на каждую часть введение, аргументативное эссе как эффективный способ развития и критического мышления, технология обучения написанию введения эссе, технология обучения написанию основной части, технология обучения заключения, правка и редактирование эссе перед окончательной сдачей. Это все уроки вам пригодятся для того, чтобы вы могли правильно обучить своего ученика написать правильное эссе. Дальше, то, что отмечено фиолетовым цветом, эти уроки предназначены для учеников. То есть здесь язык изложения уже намного проще. Тут очень простым языком объясняются, как правильно писать каждую часть эссе. Вот смотрите, нажимаем на урок, появляется видео. Сейчас еще раз попробуем. Тема 3. Технология обучения написанию основной части эссе. В третьем уроке мы остановимся на следующих ключевых моментах написания основной части эссе. Первое. Познакомимся с основами теории аргументации, доказательств. Все видеолекции, они разработаны именно теми учителями, которые работают в этом направлении уже не один год. Допустим, на русском языке все уроки, да, у нас написаны Истиной Фатимой Куанышевной. Она кандидат филологических наук, несколько лет, уже почти вот около 10 лет преподает на кафедре академического письма и чтения ИНУ. Да? То есть очень компетентные люди читают лекцию. Если вам удобно не смотреть, а читать, то в разделе «Литература» есть вот эти все уроки в формате PDF. Что это означает? Что вы можете его открыть, эти же уроки в формате PDF можете читать через любое мобильное устройство, или, если вам неудобно читать через мобильное устройство, можете их распечатать на принтере как книжку и дальше готовиться к написанию эссе. И также есть раздел «Вопросы и ответы». В этом разделе вы можете задать любой вопрос. То есть вот сюда пишите свой вопрос. И нажимаете на кнопку «Задать вопрос». И ваш вопрос автоматически отправляется к администратору. Администратор вам ответит, и ответ появится на этом экране после того, как уже ответ дадут. Вы можете тоже над своим логином зайти и в разделе «Вопрос-ответы» получить все ответы на свои вопросы. Есть вопросы? Задавайте. Екінші турда эссені қазақ тілінде жазуыңыз керек пе? Әрине, егер сіз қазақ тілінде таңдасаңыз, қазақ тілінде жазасыз. Егер орыс тілінде жазам десеңіз, орыс тілінде жазасыз. Яғни біз тақырыпты екі тілде де береміз. Қазақ тілінде де және орыс тілінде де. Бірақ та бізде қазақ тіліндегі эссе бөлек бағаланады, не болмаса орыс тіліндегі бөлек орын беріледі деген жоқ. Барлығына бірдей жағдай жасалынады, және орындар барлық конкурста бірдей болады. Яғни қазақ, орыс деп өзіңіз тілді ғана таңдайсыз, а конкурста орындарды, жүлдені берген кезде тіліне қарамаймыз.
Ал екінші турдың результаттары қашан дайын болады? Екінші тур өткеннен кейін тексеріс болады. Тексергеннен кейін істердің балдарың жіберіледі. Ол да енді үлкен біраз жұмыс. Ол екінші тур өткеннен кейін белгілі болады. Яғни наурыз, сәуір айларында. Достар, сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Жиі қойылатын сұрақтар. Бізде көбінде эссеге дайындық материалдарын қайдан алсам болады деген көп сұрақтар болады. Оның барлығына жауап бердік деп ойлаймын. Құрметті оқушылар, егер мұғалімдер қарап отырсаңыздар, Айғанаттың сіздер үшін болашақта берері өте көп екен білесіздер. Сіздерге өте үлкен жол ашылып тұр. Және де осы дайындық барысында сіздер әрине белгілі бір жеңіске жеткілеріңіз келеді. Жақсы эссе жазу сіздердің негізгі мақсаттарыңыз болса екен деген тілек айтқым келеді. Себебі эссе тек қана бұл конкурста ғана қажет емес. Эссе сіздің өміріңіздің кез келген кезеңінде кездесуі мүмкін. Себебі сіз жоғары оқу орнына түскен кезде де эссе жазасыз. IELTS, TOEFL тапсырған кезде де эссе жазасыз. Мектеп бітірген кезде де эссе жазасыз. Яғни эссе сіздің өміріңізде кездесетін, ықтималдылығы өте жоғары кездесетін жағдай болып табылады. Яғни сіз бұл конкурсқа қатысып жүлделі орын алмасаңыз да, осы эссе, дұрыс жақсы эссе жазып үйренгеніңіз сізге өте үлкен плюс болады. Сондықтан да мына алдарыңызда беріліп тұрған материалдың барлығы сіздер үшін тегін, қолжетімді, онлайн режимінде, қайдан іздеймін, қайдан аламын деп бас қатырмайсыз, барлығы қолыңыздың астында тұр. Енді негізгі жұмыс осыларды оқып, ойыңызды түйіп, жақсы эссе жазуға дағдылану. Үшінші турға әр пәннен тек қана бір оқушы өтеді ме? Оны екінші турдың қорытындысы бойынша аудандарға бөлінеді ғой, облыстарға бөлінеді. Сол екінші турдың қорытындысы бойынша анықталатын болады. Қандай группаларға бөлінді? Күнтізбеде группаларға бөлінеді деп жазған едіңіздер. Оны енді кішкене жақындаған кезде координаторларыңызға хабарланып айтылады. Қай регион қай күні жазатынын. Ол енді ұйымдастырушылық мәселелер, оны координаторлардан сұрайтын боларсыздар. Әрбір жергілікті координаторлардан. Онлайн түрде өтеді ме? Онлайн түрде өтеді. Егер де жаңа қайталап өтейін, белгілі бір техникалық ақаулықтар болса, не болмаса бір үлкен форс-мажор жағдай болып қалса, сіздерге міндетті түрде қолдарыңызға бланк беріледі. Яғни сіздер таңдау құқығынан шектелмейсіздер. О жағынан алаңдамаңыздар. Қазіргі негізгі бас қатыратын нәрсе эссе жазуға дайындық. Тақырыпты зерттеу біріншіден, екіншіден дұрыс жақсы эссе жазуға дайындық. Ал сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бар ма екен сұрақтарымыз? Сұрақтар жоқ та? Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, онда бүгінгі тікелей эфирімізді қорытындылайық. Сонымен екінші турға дайындық экологиялық, жалпы қоршаған орта, жер қауіпсіздігі, ғаламшар қауіпсіздігі тақырыбына арналады. Кілтті сөздер сіздерге берілді. Енді сіздер оқитын көркем әдебиет, оқитын мақалалар сіздерге берілді. Моби Дик, Джек Лондон, Белый клык, Ойлы танымдық журналының 3 мақала. Оның барлығы айғанат.kz сайтында сілтемелерімен тұр. Қайдан алу керек екен деп бас қатырмайсыз. Сайтқа кіресіз, сілтемесіне басасыз, сол материалды алып оқисыз. Challenge.kz сайтында эссе жазуға дайындықтың барлық курстары тұр, PDF форматындағы онлайн версиялары тұр. Барлығын алып эссе жазуға дайындаласыздар. Сұрақ. Эссе неше сөз болу керек? Эссе 150 сөзден кем емес болу керек. Бізге бір ғана тақырып беріле ме, әлде әртүрлі тақырып беріліп, өзіміз таңдап аламыз ба? Жоқ, конкурстың тақырыбы сол күні жарияланады.
конкурс болатын күні бір ғана тақырып, өздеріңіз таңдап алмайсыздар. Оны біздің комиссия, эксперттер сіздердің жастарыңызға, сіздердің сыныптарыңызға арнап өздеріңіздің деңгейіңіздегі тақырыпты таңдап жасап береді. Оны ешкім ешқайдан ойлап таппайды. Ғылыми эссе жазуымыз керек пе екінші турда? Аргументативті эссе жазасыздар. Аргументативті эссе қалай жазу керек екен, және Challenge.kz сайтында видео курстарда егжей-тегжейлі сіздерге түсіндіріліп берілген. 150 сөзден көп болса, 150 сөзден тым көп болып кетсе де минус болады. 150 сөзден тым аз болып кетсе де минус болады. Яғни 150 ары кетсе бір 30-50 сөз азса ештеңе етпес. Ал кейбіреулер 300, 350 сөз, 400 сөзге дейін жазып кетеді, ол минус болып саналады. таныс арқылы ұту деген жоқ шығар, я? Жоқ, мен сізге 100% кепілдік бере аламын. Таныс арқылы өту деген жоқ. Себебі бұл конкурстың міне екінші жыл өтіп жатыр. Ең жүйріктің жүйріктері ғана келеді республикаға. Және бірінші орын алған эсселерді біз сіздерге жариялап көрсетеміз. Және ол эсселер оқысаңыздар, шынымен де бірінші орынға таралған эсселер. Және эксперт ретінде кем дегенде ғылыми дәрежесі кандидат болады. Филология ғылымдарының кандидаты. Мұғалім болса кем дегенде жоғарғы санатты мұғалім, және осы эссе бағытында балалармен жұмыс жасап жүрген адамдарды резюме арқылы таңдап эксперттер үлкен сүзгіден конкурстан өтеді. Сондықтан бұл конкурстың әділ болатынына 100% кепіл береміз. Телефоннан Challenge.kz сайтына тіркелдім, бірақ ештеңе шықпай тұр. Мобильді құрылғыдан қол жетімді. Мүмкін тіркелген кезде енді қателіктер кеткен болар. Әрине, үлкен экраннан қараған тиімдірек, компьютерден қараңыз деп кеңес беретін едім. Ал жақсы, на этом, если у вас нет дополнительных вопросов, думаю, можем завершить наш сегодняшний прямой эфир. Надеюсь, он вам был полезен. Если сделать основные заключения, то основная тема будет посвящена теме экологии, защиты окружающей среды, о безопасности всей планеты нашей. Основную литературу, источники для подготовки все мы вам дали, они все размещены на сайте ayhana.kz с ссылками, то есть основные ссылки вам все дали. Эти материалы вы можете получать онлайне. И с сайтом Challenge.kz мы тоже ознакомились. Там тоже вы уже можете посмотреть все видеокурсы, посвященные на тему подготовки и написанию эссе. Сұрақ. Қалай өзгертулер енгізуге болады жазылған эссеге? Ол эссені жазғаннан кейін, жазып әлі тапсырмас бұрын, соңғы жарты сағатыңызда сол эссені қайта қарау, редакциялауға арнау керек. Ол туралы біздің Challenge.kz-де арнайы бір сабақ бар. Неге қайта қарау, тексеру, қатені тексеру, редакциялаудың эссенің жақсы эссе жазудың белгілі тиімді тәсілдер ретінде танылады. Оны да сол сабақта қараңыздар. Бірақ сізге мысалы 3 сағат беріле ма? 180 минут. 180 минуттың ішінде тексеріп, жіберіп батырмасын басқаннан кейін ол эссе өзгертілмейді. Получается, мы будем писать дома или же в своей школе? Вы будете писать в тех аудиториях, которые вам скажут организаторы. Это местные координаторы, они организовывают проведение конкурса на регионах. То есть вы не дома будете писать однозначно, вы будете писать в специальных аудиториях. Эссеге қанша уақыт беріледі? 180 минут, 3 сағат. Штрих болса қате болады ма? Самаска. Егерде сол эссе жазу уақытында жасалса, ол өзгертулер, мысалы 180 минуттың ішінде жасалса, ол қабылданады. Ал егер одан тыс эссе жазылып болғаннан кейін оны жөндеуге тырысып, бірдеңені қайта жазып деген мәселелер қабылданбайды. Эссе жазу барасында
сол өзіңізге берілген уақыттың ішінде өзгертсеңіз, ол қабылданады. Ал осымен онда тікелей эфирімізді аяқтайық. Келесі эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.